Армысыздар, құрметті көрермен. Эфирде Бибипартнерс компаниясы ұсынған саулықтың сыры бағдарламасы. Біз тарихы терең Тараз қаласындамыз. Неосомалды ішіп, оның шипасымен, әсерімен бөлісем дегеннен кейін біз Тараз қаласының тұрғындарымен жолығуға келдік. Бүгінгі біздің тыңдаушымыз Қарлығаш ханым. Сәлеметсіз? Сау. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, керемет. Жағдайыңыз жақсы ма? Жақсы, аман сен. Сіздің бүгін жұмыс орныңызға келдік, өзіңіз арнайы шақырғасын, жұмыс орнына келіңіздер. Күшті, менде мынандай самса бар, бауырсақ бар, круассандар пісіреміз дегеннен кейін, жесең же, жемесең жеме деп осы круассандарға көзім түсіп отыр. Бұл круассандар міндетті түрде біздің асқазанымызға түсетіні сөзсіз, ал әзірше біздің Нео саумал жөнінде әңгімемізді бастасақ, соны ары қарай өрбітіп жеткізсек соңына дейін әңгімемізді. Қанша уақыт болды Нео саумалды ішіп жүргеніңізге? Сол мен жаңа жылдың 4 күні алдым, январдың. Жаңа жылдың қарсаңында ғой. Содан бері ішіп жүрмін. Жақсы, бұны алғаныма өкінбеймін. Не себеп болды Нео саумалды ішуге? Сол менде ұйқы без, бауыр ауыратын еді. Одан мен бауыр ауруынан жазылдым, себепші болсын дедім да, жақсы болып кетуіме одан ары көмектесіп, жақсы нәтиже алайын деп осы телеарнасынан көріп, сол көрген бойда тапсырыс бердім. Енді адам сауығу үшін алады ғой оны. Сіз өзіңіз қалай ішкеннен кейін, қанша уақыттан кейін сезіне бастадыңыз сізге әсерін? Қаңтар айынан алып, ішіп бастағаннан кейін сол ақпан айларында сезіліп бастады. Неге десем, уже мен сол ішімде өзгерістер болып жатты, сол жағымда ауыратын еді. Сол жағыңыз? Тамақ жесем, неғсам ауырып қалатын еді. Көпке дейін жайсыздық болатын еді. Ол да бір дұрысталып қалды десем болады. Саумалды алғаннан кейін маған сол 2 апта ішінде хабарласып тұратын болды ше. Біздің яғни орталықтың мамандары. Мамандары хабарласып, мен кәдімгідей өзімді қауіпсіз сезінетіндей, одан ары ішуге талпынасың да. Қанша уақыт болды ауырып жүргеніңізге? Мен ауырып жүргеніме көп болды. Мен барлық жерге бардым. Нақты диагнозыңыз қандай? Менікі ұйқы без деп берді. Панкреатит? Иә, панкреатит. Сосын соны емделіп, соған анализ тапсырып жүргем. Анализ тапсырып неғып жүргенде, осы 99 анализ тапсырғанның ішінде, соның ішінде шықты бауыр ауруы. Бауыр ауруын білмедім, ондай ауру бар екен. Сол анализдердің көмегімен білдім да. Соны Ташкентке бардым, енді бір шет неге барсам жақсы болып қаламын ба деп, жақсы нелеріне барып көріндім. Алайда нәтижесі болған жоқ па сонда? Одан да қайтып келдім. Берген дәрілерін іштім, онда да болған жоқпын. Одан кейін тағы да бардым. Мен бүкіл осы сатылатын дәрілердің бәрін қандай дәрі шығады, кім жақсы деп результат, нәтиже, комментарий жазады, соның бәрін мен іштім десем де болады. Енді аттарының көбісін ұмытып қалдым, Алматыдан алдым, Түркістаннан алдым. Сіздің ағзаңыз әжептәуір бір дәріхана болыпты ғой, иә? Сөйтіп, енді тоқтаған жоқпын, балдарым да тоқтаған жоқ, алып бере берді. Сөйтіп іштім, жоқ, онда да керемет болып кетті, не алмасам да, бірақ тамақтан кейін өзім аз-аздан жеймін, соның өзінде маған ауырлық сезініп тұрады. Ал қазір енді Нео саумалды ішіп жүргеннен кейін тәбетіңіз қалай? Баяғыда енді көп жемеймін дедіңіз ғой, ал қазірші? Жақсы, мен тамақтан ешқандай не алмаймын қазір. Бар тамақтан, енді майлы заттан сәл тартынамын. Қанша айтқанмен ұйқы без болғаннан кейін. Былай жақсым, қазір Құдайға шүкір деп айтамын. Осы саумалды алғаннан бері жақсы болып қалдым десем де болады. Құрметті көрермен, дәл қазір қоңырау шалатын болсаңыз, онда 10% жеңілдікке ие боласыз. Сондай-ақ көпбалалы отбасыларға, зейнеткерлерге, ардагерлерге, ерекше балалары бар отбасыларға да біздің арнайы жеңілдіктеріміз қарастырылған. Төменде көрсетілген нөмірлер сіздер үшін қызмет жасайтынын тағы да бір рет еске салайын. Қоңырау шалыңыздар, тапсырыс беріңіздер. Өздеріңіз көріп отырсыздар, қазір Қарлығаш ханым өзінің Нео саумалды ішіп, денсаулығының жақсарғанын, ойдағыдай болып жатқанымен бөлісіп отыр. Бұл рас, мен өзім тыңдап отырмын. Енді адамға сенбей өмір сүру қалай екенін мен түсінбеймін. Сіз жалпы негізді өмірде анаған сенбе, мынаған сенбе деген нәрсеге құлақ түресіз бе, жоқ па? Жоқ. Осы саумалды мен көбінесе саумалдан пайда көрдім деп айта аламын. Неге десеңіз, енді өзімде болып жатқан өзгерістерді айтып отырмын ғой. Басым айналған қойды. Иммунитет дейміз ғой. Адам иммунитет түсіп кетсе, көбінесе кез келген болмашы ауруларда
жабысатыны ол рас. Иә, сол шетелдің нелерін дәрілерін де алмақшы болғам, алып та үлгердім. Сөйтіп ішейін деп жатқан кезінде ол саумалды көрдім. Қалай ішесіз, қалай ішетінін бәрін айтып отырады. Бір апта, 2 аптадан кейін хабарласады. Осындай ішіп жатсыз, қалай өзгеріс бар ма? Өзгеріс жоқ болса, я азайтады, я көбейтеді ішетін неңді, дозасын. 1-3 дейді, болмаса 2-3 дейді, солай. Ондай деп, мысалы, мен алған дәрілерімнен өйтіп хабарласпайтын еді. Мен уже ақшаны алып бергеннен кейін бітті, одан кейін ешкім хабарласпайтын. Мен қалай қолыма алдым, қолыңызға алдыңыз ба, тапсырысты деп те звондамайтын. Ал мына саумалда мен өзімде ерекше. Адамда сенім болады, сенім болу керек деп ойлаймын. Сенім болған жерде денсаулықта дұрысталады деп ойлаймын да. Я осы сенім туралы айтып жатқанымда есіме түсіп кетті. Жаңа сіздің түсіру тобы келіп қалды ғой, бірінші. Содан сәл көңілім түсіп барып қалды. Бір ағайлардың сөзін естіп, енді көңілімде сәл не болды да, сізді келмей қала ма деп, тақер келмей қала ма деп. Қасыңызда тағы да қыз бар еді, атын ұмытқанмын. Жанат Мейірхан қызы. Жанат Мейірхан қызда келе ма деп. Сізді көргеннен кейін жүрегім орнына түсті. Қобалжып тұрғам. Қайта терезе. Мен шынымен келмей қалады деп. Сізді көреміз ғой күнде телеарнада. Мәз болып көріп отырамыз. Мен осы кісілерден саумал алғанмын деп. Кім келсе де айтып отырам. Үйіме қонақтар келіп қалады ғой, көршілерім. Толықтай кәдімгідей айтасыз өзіңіздің таныстарыңызға, барлығына. Мен мұны осы арнадан мені көре аласыңдар деп. Дұрыс, сенбей өмір сүруге болмайды. Өзіңіз қандай мамандық бітірдіңіз негізі? Мен өкінішке орай ешқандай мамандық бітіре алмадым. Менен кейінгі сіңілдерім жас болды да. Солардың оқуына қарап. Бұл не үшін сұрап жатырмын? Кейбір біздің көрермендеріміздің, оқырмандарымыз бар әлеуметтік желіде. Солардың жазатындары бар, айтатындары бар. Бұл жерде актерлар барлығы көбісі, бұл жерде актерлар ақша төлейді да, сөйтіп сүре береді деп айтады ғой. Соны сізден сұрайын деп отырмын ғой. Сіз қай театрда қызмет жасайсыз? Жоқ, мен осы жерде кофейнямыз дейміз, бірақ кофейнямыз әлі кофейня болып ашыла қойған жоқпыз. Цех десек болады. Яғни осындай бәліштер, самса, көп бізде круассандар пісіресіздер. Столға сыйған жоқ енді. Біздің әңгімеміз арасында біздің келуіміздің бірден бір себебі сіздің өзіңіз қоңырау шалып бізді шақырғаннан кейін алған әсеріңізбен бөлісейік, оны көріп отырған көрермендеріміз көрсін, білсін деген мақсатпен келіп отырмыз. Тағы айтарыңыз бар ма біздің көрермендерге? Сол, сеніп алыңыздар. Жақсы саумалдан жақсы болып кетулеріңізге тілектеспін. Баға жағы айтпақшы қалай сізге? Қолайлы ма? Қолайлы, ондай қымбат емес. Скидкасы бар. Уже төлеп те біттік. Бөліп төлеуге алдым. Қазір осыны айта кетейін, құрметті көрермен. Егер де қолма-қол ақшаңыз болмай қалса, немесе бөліп төлеу маған ыңғайлы десеңіздер, мархабат, сіздер үшін барлық жағдай жасауға тырысып жүрміз. Төменде көрсетілген нөмірлерге қоңырау шалыңыздар. Қазақстанның кез келген жеріне жеткізіп беруіміз тегін. Дәл қазір қоңырау шалсаңыздар, онда жақсы бір 10% жеңілдікке ие боласыздар. Қарлығаш ханым, сондай-ақ мен бүгін құр қол келген жоқпын. Біздің бағдарламаның соңында білесіз ғой, біз сыйлықпен жүретінімізді, деп көзім мөлдіреп күтіп отыр. Шын жүректен табыстаймын біздің BB Partners компаниясынан осында орамал. Күшті екен. Мынау біздің саумал. Саумал. Айттыңыз ғой жаңа 3-ші құтым біткелі жатыр деп. Сондай-ақ біздің су жаңа журналымыз, бұның ішінде барлық сұрақтарыңызға жауап табасыз. Өзіңіз кейін үйде уақытыңыз болған кезде оқисыз. Ал құрметті көрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі жолы мүмкін сіздің үйіңізде отырып шай ішетін шығармыз. Оған дейін Қарлығаш ханым, айтарыңыз болса, айтарыңды айтып қал, отырмын ғой жүргелі. Сіздердің де алып ішулеріңізге, жақсы болып кетулеріңізге тілектеспін. Барша қазақстандықтарға, мен танитын жандарға жалынды сәлем. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі хабарда сіздің үйіңізден табылатынымыз сөзсіз. Аман сау болыңыздар.